Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнамнан неше түрлі печенье, салат, торт, тамақтардың рецепттерін көре аласыздар. Бүгін сіздермен бірге сникерс торт жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнап жатса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Торт өте жұмсақ, дәмді, кәдімгі сникерс сияқты үйде жасап көріңіздер. Тортты жасағаннан кейін негізі бір күнге холодильникке қойсаңыздар болады. Біз асығып алып қойдық. Әлі сыртындағы шоколадтар қатты қатпаған. Ыдысымызға 5 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Араластырып аламыз. Миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Миксерлеп болдық. Енді үстіне 25 грамм сұйық майымыз құйып, тағы да араластырамыз. «80 грамм ұнымызды, 20 грамм какаомызды, 10 грамм қопсытқышымызды салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнымызды енді жаңағы көпіртілген массамызға ақырындап араластырып тұрып, екі бөліп саламыз. Ал енді қалпымызға құйып аламыз. 180 градусқа 35 минутқа пісіріп алатын боламыз духовкада. Ал міне пирогымыз пісіп шықты. Енді бұны суытуға алып қоямыз. Енді пирогымызды 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді тортымыздың кремін дайындайтын боламыз. 250 грамм сливка, 400 грамм творожный сыр, 25 грамм сахарный пудраны салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ал креміміз дайын, енді карамелімізді жасайтын боламыз. Ыдысымызға 200 грамм қантымызды алып, қызарғанша араластырып тұрамыз жай отта.
Міне дайын болды. Дәл осындай қып-қызыл болғанда үстіне сливкемізді құямыз. Сливкемізді микроволновкаға ысытып аламыз. Мұздай сливке құймаймыз. Дәл енді жақсылап тұрып араластырамыз. Ал міне карамеліміз дайын болды. Дәл осылай қоюланып қалады. Енді оттан алып, үстіне 30 грамм сары май, 2 грамм тұз салып, майы ерігенше араластырамыз. Жүз 50 грамм жаңғақты майдалап аламыз. Ал міне пирогымызды 3 бөлікке бөліп алдық. Енді қалпымызға салып, жаңа дайындаған, сливкадан дайындаған кремімізді жағамыз. Bir тегістеп. Кремімізді тегістеп жағып алдық. Енді ортасына жаңағы жасаған карамелімізді жағып шығамыз. Енді үстіне жаңғағымызды сеуіп аламыз. Енді үстіне тағы да крем жағамыз. Енді үстіне екінші коржымызды қойып аламыз. Тағы да дәл солай кремімізді жағып, үстіне карамел, сосын жаңғағымыз жағып, үшінші коржды қоятын боламыз. Үстіне үшінші коржымызды қойып, үстін басып, жан-жағын туырлап, тағы да үстіне крем жағатын боламыз. Ал енді тортымызды морозилкаға я холодильникке 1-2 сағатқа қойып аламыз. Мына холодильниктен алдым, кремдері қатты.
ыдысымызға 40 мг сливки, 20 мг сұйық майымыз салып, микроволновкаға ысытып аламыз. Бір Қазақстан шоколад алып, майдалап аламыз. Микроволновкадан шыққан сливки мен майдың ішіне шоколадты салып, ерігенше араластырамыз. Ал міне дайын, еріді почти. Енді үстіне жаңғағымызды салып араластырамыз. Ал енді тортымызға шоколадты құйып, барлық жеріне тигіземіз, жан-жағына барлық жеріне жағып шығамыз. Холодильникке бір күн салып қойыңыздар. Міне тортымыз дайын, сникерс тортымыз өте дәмді болып шықты. Үйде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.